Сәлем қыздар, бүгінгі мастер-классымызда тоқыманы қалай жабу керегін көрсететін болам. Мына бірінші әдісінде спицамен жабамыз. Мына тура осылай видеода көрсеткендей бірінші тоқып аламыз да, сол тоқыған жібімізбен былай аттаймыз. Бұл бірінші әдіс. Екінші әдісте инемен жабуды көрсетемін. Ол үшін инеге жіпті былай сабақтап аламыз да. Мына видеодағыдай екі жіптен өткізіп аламыз. Спицадан түсірмейміз, ұстап тұрамыз. Мына екі жіптен өткізіп алдық. Енді мына кері қарай соңғы жіптен былай өткіземіз. Тағы да. Енді мына жіпті шығарып қойсақ болады. Екіншісінде тура осылай жасаймыз. Бұл әдістің бір жақсы тоқымамызды эластичный резинкаларға қолдануға өте жақсы қолайлы болады.